Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаның суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетулеріңізді сұраймын. Бүгінгі видео барысында пайдалы ботқалар жайында айтатын боламыз. Олардың құрамындағы витаминдер қай ботқа біздің денсаулығымызға зиян тигізеді? Осы және өзге де сұрақтардың жауабын видео барысында көретін боласыздар. Сола жармасының ботқасы. Бұл ботқаны жиі тұтыну арқылы асқазан ішек ауруларынан арылуға болады. Ол ағзаны энергиямен қамтамасыз ететіндіктен адам күні бойы сергек жүреді. Оның құрамында жасұнықтың 1/4 бөлігі болады, ал 1 стакан құрғақ геркулес сұлы жармасы бұл элементтің тәуліктік нормасын қамтамасыз етеді екен. Сонымен қатар сұлыда ішектегі майдың сіңуіне көмектесетін ферменттер бар. Сұлыны қайнату кезінде пайда болатын шырыш өте пайдалы. Бұл сұйықтық асқазанның барлық микробтар мен токсиндерді жуып шығарады. Ішек пен асқазанның шырышты қабатын бүркейді. Дәрумендер. Сұлыда көп мөлшерде аш дәруменнің биотині болады. Бұл холестерин, амин қышқылдары мен ақуыздардың алмасуына белсенді қатысады. Аш дәрумені адамның көңіл күйін жақсартып, тері саулығын қамтамасыз етеді екен. Кемшілігі: сұлы ботқасындағы фетин қышқылы ішектегі кальцийдің сіңуін баяулатады. Сонымен қатар сұлы ботқасы сүйектердегі кальцийді жуып шаяды және ішекке сіңуіне кедергі келтіреді екен. Күріш ботқасы. Күріш ботқасы ас қорыту ауруларында және диареяда көмекке келеді. Оның құрамында көп мөлшерде көмірсулар мен жасұнықтың ең пайдалы заттары кездеседі. Күріштің құнарлы қасиеттері оның түріне байланысты әрқилы болады. Ақ күріште қарағанда қоңыр және буға піскен күріште микроэлементтер көбірек кездеседі. Ақ күріште аса пайдалы ештеңе жоқ. Күріш ботқасы жүйке жүйесін қатайтады және нәрлі заттардың энергияға айналдырады. Жапон зерттеушілері күріштің денсаулыққа ғана емес, интеллекттің дамуына көмектесетінін дәлелдеген екен. Күріштің косметикалық пайдасы туралы менің каналымдағы видеоны көре кетіңіздер, сілтемесін төменге қалдыратын боламын. Күріштің мойындағы дәрумендер. Барлық жармалардың ішінде күріштің ең көп мөлшерде жоғарғы сапалы крахмал болады. Және ақуыздың биологиялық құндылығы бойынша бірінші орында. Бұл жарма тиамин B1, рибофлавин B2, ниацин B3 және B6 дәрумендерінің қайнар көзі болып табылады. Кемшілігі: күрішті шаншу кезінде тұтынбаған жөн. Оған қоса күріште көп мөлшерде көмірсулар мен крахмал бар. Бұл майлардың түзілуіне ықпал етеді. Арпа жармасының ботқасы. Сұлы жармасына қарағанда арпа жармасында дәрумендер аз болса да, ол ас қорытуды жақсартады, ағзаға күш пен қуат береді. Сонымен қатар арпа жармасы іш қату кезінде ішек ауруларын емдеуге көмектеседі. Дәрумендер. Арпа жармасында Б тобындағы дәрумендер жасұнық, өсімдік, ақуызы бар екен. Кемшілік тұстарына тоқталатын болсақ, ботқа суып қалса дәмі кетіп дұрыс қорытылмайды. Тары ботқасы. Егер жүрек тамыр жүйесі зардап шегіп жүрген болса, онда осы ботқа аса пайдалы болып табылады. Диетологтар тары сорпасын ішуге кеңес береді. Дәрумендер. Құрамында ақуыз, никотин қышқылы, мыс, марганец және мырыш бар. Кемшіліктері: тарыда көп мөлшерде май болғандықтан дән ұзақ уақыт сақталса қышқыл тартып алады. Сондықтан оны ыстық сумен мұқият жуып, біршама уақытқа суық суға салып қою қажет. Қарамақ ботқасы. Ел арасында қарамақ ботқасын мини дәріхана дейді. Өйткені ол ағзаны уланудан құтқарып қана қоймай, ішек қарын ауруларын емдеуге көмектеседі екен. Ол ағзадан зиянды токсиндерді шығарады, жүрек қан тамырлары ауруларын алдын алады. Сонымен қатар бұл ғажайып жарма семіздік, қант диабеті кезінде зат алмасудың бұзылуына қалыпқа келтіреді және көмектеседі. Ботқа әлеуетті көтереді, асқазан ішек жармасын емдеуге ықпал етеді. Ұйқы безі ауруларында көптеп ұсынылады. Дәрумендер. Қарамақ ботқасында орташа мөлшерде 14% ақуыз, 67% крахмал, 3%-дан астам май болады. Сонымен қатар B1, B2, B6, P дәрумендері фосфор, кальций, марганец, калий, темір, магний сынды минералды заттарға бай болып келеді. Кемшілігі: ботқа сәби балалардың ас қорытуын қиындатады. Арпа ботқасы. Арпа ботқасы амин қышқылдарға бай. Оның құрамындағы індетке қарсы әрекет атқаратын, ұшық шығудың алдын алып, салқын тиюден қорғайтын лизиннің пайдасы зор. Лизин әжім түсуді баяулататын коллагеннің түзілуіне белсенді атсалысады. Арпа жармасында 2%-ға жуық май, 4,5% жасұнық, 66% көмірсу, 11% ақуыз болатынын ескерсек, қаншалықты құндылығы жоғары екенін байқаймыз.
Дәрумендер мен минералдар: арпа жармасының 100 грамм өнімінде 477 мг калий, 93 мг кальций, 12 мг темір, сонымен қатар марганец, мыс, цинк, никель, кобальт, молибден, стронций, хром, йод бар. Ең бастысы, арпа ботқасында ең жоғарғы мөлшерде фосфор болады. Арпада оның толық жиынтығы бар. А, Д, Е, П және Б тобының дәрумендері көптеп кездеседі. Ботқа туралы жасаған видеом сіздерге пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жаза кетуді ұмытпаңыздар.